Армысыз көрермен, арнада QR News. Апта жаңалықтарын қорытындылайтын мен, Абдрахманов Мағжан. Бүгін көретіндеріңіз. Президент ойын бизнесі туралы заңға қол қойды. Бұдан былай мемлекеттік қызметкерлер, әскери қызметшілер, арнайы және құқық қорғау органдарының қызметкерлері құмар ойындарға не бәс тігуге қатыса алмайды. Бұл шектеуді сақтамағаны үшін оларды жұмыстан шығару қарастырылған. Сондай-ақ борышкерлердің бірыңғай тізімінде тұрған тұлғаларға да құмар ойындар ойнауға бәс тігуге тыйым салынады. Сонымен қатар букмекерлік кеңселер мен тотализаторлардың жарнамасына шектеу қойылды. Көшедегі билбордтарда, көлік құралдарында, бұқаралық ақпарат құралдарында, кинода, видеода және анықтамалық қызмет көрсету орындарында жарнамалауға тыйым салынады. Тек спорт ғимараттарының ішінде және спортшылардың киімінде спорттық тақырыпқа маманданған бақта, сондай-ақ отандық телеарналар халықаралық спорттық жарыстарды тікелей трансляция жасаған кезде жарнамалауға рұқсат беріледі. Ресей Украинаның ең ірі балалар ауруханасына зымыранмен шабуылдады. 8 шілде күні таңертең Ресей Украина қалаларына жаппай зымыранмен шабуыл жасады. Киев, Днепр, Кривой Рог және Киев облысының бір бөлігі зымырандардың астында қалды. Басты жаңалық Украинадағы ең ірі балалар ауруханасы Ахмат Деттің жартылай қирауы болды. Ресейлік зымыранның соққысы салдарынан аурухана ғимараттарының бірі қирап, 2 ересек адам қаза тауып, тағы 32 адам жарақат алған. Ал сәрсенбіде соққы кезінде ауыр халде жатқан баланың қаза тапқаны белгілі болды. Жаппай шабуыл салдарынан 44 адам қаза тауып, 196 адам жараланған. Еуропа чемпионатының финалистері белгілі болды. Шешуші кездесуде Испания мен Англия құрамалары кездеседі. Бұл ойын 14 шілдеден 15 шілдеге қараған түнде Берлинде өтеді және Астана уақытымен түнгі сағат 12-де басталады. Испания құрамасы 2024 плей-офф кезеңінде Грузия құрамасын 4-1 есебімен ойсырата жеңді. Содан кейін ширек финалда Германия құрамасын қосымша уақытта 2-1 есебімен ұтып, қапыда қалдырды. Ал жартылай финалда Францияны 2-1 есебімен жеңді. Англия құрамасының плей-офф кезеңіндегі жеңіс жолына келетін болсақ, 1-8 финалда Словакияны қосымша уақытта 2-1 есебімен тізе бүктірді. Ширек финалда Швейцария құрамасынан пенальти сериясында басым түсті. Ал жартылай финалда Голландияны 2-1 есебімен жарыстан шығарды. Түркия Шанхай ынтымақтастық ұйымының толыққанды мүшесі болғысы келеді. Ердоған бұл ойын Вашингтонда өткен НАТО саммитінен соң журналистермен ұйымдастырылған кездесуде мәлімдеді. Қазір Шанхай ынтымақтастық ұйымында бақылаушы болу мәртебесі бар. Түркияның мақсаты ұйымға толық мүшелік. Енді ол Шанхай бестігіне қосылуы керек, деп Түркияның Шанхай ынтымақтастық ұйымына қосылуға мүдделі екенін және Астанада өткен саммит кезінде Путин мен Тоқаевпен бұл жөнінде сөйлесіп, қосылу процесіне қолдау көрсетуін сұрағанын айтты. Осымен аптаның басты жаңалықтар легі тәмам. QR News'тың әлеуметтік желідегі парақшаларына жазылуды ұмытпаңыз. Көріскенше күн жақсы.